білесіңдер? Қай жағынан танисыңдар Ыбырай Алтынсарин? Алматының терісі. Бүкіл ғұмырын қазақ балаларының оқытуға, мектеп ашуға сарп еткен Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 2 қарашада дүниеге келген. Қазіргі Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген. Азар шақырып қойған аты Ибрагим екен. Кел балалар оқылық, оқыланды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, санар сұрақ зағылар, тілегенің алдынан іздемей ақтап. Ыбырай Алтынсарин атамыздың өлеңін оқып берейін. Ыбырай Алтынсарин оқығанды көңілге класспен тоқылады. Оқысаңыз балалар, санан сырлар. Білген алдаған